Жаз маусымының алғашқы күні балғын бүлдіршіндеріміз үшін ең қуанышты мереке 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Мереке қарсаңында бүлдіршіндерге арналған кезекті көңілді шара облыстық мамандандырылған балалар үйінде де ұйымдастырылды. Мерекелік шараға «Семей таңы» газет редакциясының түсірілім тобы болып бізде барып қайттық. Іс-шараға облыстық прокуратура және мекемеге демеушілік көрсетуден жалықпайтын азаматтар мен азаматшалар қатысты. Мерекелік шара барысында бөбекжайдың өнерлі балалары арнайы дайындаған концерттік бағдарламасы ұсынылып, келген қонақтарға ерекше көңіл күй сыйланды. Бірі тақпақ айтса, енді бірі ән салды. Сонымен қатар ертегі кейіпкерлері балалармен ойындар ойнап, би билеп, іс-шараны қызықты әрі жоғары деңгейде өткізді. Мекеме 1939 жылдан бері қызмет атқаруда. 7-8 жыл бұрын 100-ге жуық бала болған. Қазіргі таңда мұнда ата-анасы әртүрлі себеппен уақытша тастап кеткен. 4 жасқа дейінгі 30-дан астам бала тәрбиеленіп жатыр. Арасында жасқа толмаған сәбилер де бар. Сондай-ақ орталық ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды, орталық жүйке жүйесі зақымданған не болмаса туа бітті дерті бар балаларды тәрбиелеп, күтіп бағып, медициналық көмек көрсетумен айналысатын мекен. Жас ұрпақтың дені сау, білімді, ұлтжанды болып өсуіне қызмет етеміз, деді мекеме басшысы Ербол Қапанұлы. Мекеме басшысының айтуынша, бүгінде орталық балалардың анасыз қалмауына барынша атсалысып жатыр. Мысалы, өмірлік қиын жағдайға түскен немесе тұрмысы төмен отбасыларға арнап 6 жыл бұрын күндізгі топ құрылған. Күндізгі топтың 2 түрі бар, бірі 16 орталығы болса, екіншісі тұрмыстық жағдайда 16 орталығы. Онда жалғызбасты аналар жұмысқа тұрып, тұрмыстық жағдайын реттегенше балалардың жарты жылдай күндізгі бөлімге қалдыра алады. Айта кетейік, бөбектер үйі орналасқан 2 қабатты ғимараттың іші тап-таза. Бөбектер үйінде педиатр, невропатолог, психолог, логопед, массажист, тәрбиешілер, аспазшылар бар. Жиыны 100-ге жуық қызметкерлер жұмыс жасауда. Кездесу соңында балалар үйінің тәрбиеленушілеріне демеушілер әкелген сыйлықтарын тарту етті. Абай облысының білім басқармасы облыстық Абай атындағы ғылыми әмбебап кітапханасында тіл достықтың тірегі тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелге Абай облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының тілдерді дамыту және ономастика бөлімінің басшысы Әйгерім Байжұманова, Абай облысы Семей қаласының Абай атындағы ғылыми әмбебап кітапханасының директоры Мерей Қарт, қазақтың тарихы мен мәдениетін, салт-дәстүрін танып білуге қызығушылық танытқан этномәдени бірлестіктер өкілдері, түрлі этностардың балалары мен жетекшілері қатысты. Абай облысы білім басқармасы басшысының орынбасары Нүскенова Асем Хасенқызы алғы сөзінде аталған шараның маңыздылығына тоқталып, мемлекеттік тілді меңгерген түрлі этностардың жас балаларына Қазақстан елінің патриоты болуына және қадамдарына сәттілік тілеп, әрқайсысына құттықтау хат тапсырды. Құрметті оқырман, облысымыздағы номер 1 басылым «Семей таңы» газетінің 2024 жылдың 2 жарты жылдығына жазылу жүріп жатыр. Басылым аптасына 3 мәрте жарық көреді. Жазылу жеке тұлға үшін 6 айға 4400 теңге, заңды тұлғалар үшін 6 айға 6250 теңге. Редакция мекен-жайы Қаймұхамедханов 12. Әр парағында халықтың анығы мен ашығын жеткізетін «Семей таңы» газетіне жазылуды ұмытпаңыздар. Долон ауылдық округінде мемлекеттік тұрғын үй қорығынан үй алуға кезекте тұрған 2 отбасына жаңа пәтерлердің кілті салтанатты түрде табысталды. Салтанатты шарада ауылдық округ әкімі Талғат Құмаров халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі бағыттарының бірі екенін атап өтті. Бүгін біз көпбалалы отбасыларды жаңа үйге қоныстандырып, қуаныштарына ортақтасудамыз. Жаңа шаңырақ жақсылық әкеледі деп сенемін. Қоныс құтты болсын, деді әкім. Айта кету керек, Бесқарағай ауданында соңғы жылдары көпбалалы отбасыларға және халықтың әлеуметтік осал тобы өкілдеріне 142 пәтер берілген. Абай облысы Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесінің ұйымдастыруымен ұлт болашағы аналардың қолында атты көшпелі семинар өтті. Оған Ақсуат, Көкпекті, Жарма аудандарының аналар кеңесінің мүшелері, әртүрлі санаттағы белсенді аналар, әйелдер қауымы қатысты. Жиында аудан әкімінің орынбасары Қайрат Мұратқазыұлы құттықтау сөзімен ашып, аналар қауымының қоғамдағы тәрбиесіндегі маңызды рөліне тоқталып өтті. Сонымен қатар Жарма, Ақсуат, Көкпекті аудандарының қолөнер шеберлерінің қатысуымен Асыл мұра атты сәнді қолданбалы көрме ұйымдастырылды. Шара соңы бірқатар марапаттауларға ұласып, концерттік бағдарламамен жалғасты. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Жасұлан Заманбек, Сымбат Қайратқызы, Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.